Жаңа жылдарыңызбен біз бастаймыз. Ал достар, енді Toyota центрдегі жүрілген автокөліктердің бағасына шолу жасап кетейік. Егер көліктерде бір жері ұнамай, видеода бір жерлер ұнамай қалған жерлер болатын болса, міндетті түрде астына жазып қалдырып кетіңіздер. Сонымен қатар Астанада көліктерді сатып жатқан адамдар жазсаңыздар, астына қалдырсаңыздар болады. Бірінші көлік бізде Toyota Corolla 2016 жылғы 157 мың километр жүрген, бензин 1.6 автомат, бағасы 6 миллион 650 мың теңге. Іші матадан жасалған. Chevrolet Tracker 2013 жылғы 119 мың 300 километр жүрген екен. Бензин 1.8 автомат, бағасы 5 миллион 50 мың теңге. Ал Toyota RAV4 іздеп жүрген адамдар болса, Toyota центрге келіп көрсеңіздер болады. 2007 жылғы екен. 215 мың километр жүрген. 2.0 автомат, 4 дөңгелегді тартады, 6 миллион 850 мың теңге. Тағы да біреуі осындай тұр екен. 2011 жылғы 104 мың 400 километр жүрген, 2.0 автомат, 4 дөңгелегді тартады, бағасы 7 миллион 850 мың. Жыл жаңа болғандықтан кішкене қымбаттау болып келді. Nissan X-Trail 2011 жылғы 124 мың километр жүрген, 2.0 автомат, 4 дөңгелегі де тартады, бағасы 6 миллион 650 мың. Іші велюрдан жасалған. Көрініп тұрғандай. Hyundai Elantra 2014 жылға 74 мың 500 километр жүрген екен. 1.6 автомат, бағасы 6 миллион 350 мың теңге. Hyundai Elantra'ның соңғы моделі 2018 жылға 61 мың километр жүрген, 1.6 механика, 7 миллион 250 мың теңге. 7 миллион 250 мың теңге. Іші матадан жасалған. Алдыңғы видеода біз осының 6 миллионға тапқан болатынбыз. 6 миллион 200 мыңға қателеспесем. Осы көрсетіп кетем. Peugeot'ны продаумен тартып жатыр ғой. Качествосын қарасаңыздар болады енді. Toyota жолда қалдырмайды, енді Peugeot'ны өздеріңіз қорытынды шығара беріңіздер. Достар, Lada Granta іздеп жүрген адамдар болса, осыны көрсе болады. 2020 жылғы жап жаңа 3200 ғана километр жүрген екен. 1.6 механика, бағасы 4 миллион 270 мың теңге. Енді бұлардың ішінде кожада жоқ, кожасы жоқ. Бірақ қандай экран қойып қойған екен, получается. Достар, тағы да бір көлік. Бізде Toyota
RAV4 көлігі 2004 жылғы 181 мың километр жүрген, 2.0 механика, 4 дөңгелегі тартады. Ішіндегі салонын көрсеңіздер болады. Іші велюрден жасалған. Жалпы 2004 жылғы болса да жақсы сақталған екен. Toyota Camry 55 іздеп жүрген адамдар болса, R2 комплектациясы Россияда құрастырылған, 2.5 автомат. Іші салоны матадан жасалған. Бағасы 10 миллион 450 мың теңге. Жүрілгені 93 мың километр. Ал достар, тағы да бір көлік Mitsubishi Pajero. Pajero 4-ші поколениясы. 2014 жылғы 92 мың километр жүрген, объемы 3.0 автомат, 4 дөңгелегі де тартады. Бағасы 13 миллион 650 мың теңге екен. Сұр түсте. Lexus 570. 2011 жылғы 169 мың километр жүрген, бензин 5.7 автомат, 4 дөңгелегі де тартады. Іші матовый, матамен жасалған. Бағасы 20 миллион 550 мың теңге. Toyota Land Cruiser Prado 150 автокөлігі 2017 жылғы 78 мың километр жүрген екен, 2.7 автомат, 4 дөңгелегі де тартады. Жол талғамайтын көлік, 19 миллион 950 мың теңге. Toyota Highlander 2010 жылға 134 мың 250 километр жүрген екен. 2.7 автомат, 4 дөңгелегі де. 4 дөңгелегі емес, тек қана алдыңғы дөңгелегі тартады екен. Бағасы 9 миллион 750 мың теңге. Велюр. Kia Sorento 2015 жылғы 155 мың километр жүрген. 2.4 автомат, 4 дөңгелегі де тартады. Бағасы 10 миллион 550 мың. Матадан жасалған. Салон. Келесі көлік тағы да бір Land Cruiser Prado 150 автокөлігі. 2019 жылғы екен болса. 46 мың километр жүрген, 4.0 автомат, яғни комплектациясы жақсы деген сөз. 4 дөңгелегі де тартады, 29 мың 950 мың. 29 миллион 950 мың теңге. Міне, ішінде кожалары, қатты ескірмеген. Достар, осымен біздің шығарылымыз тәмамына жетті. Лайк басып, комментарий жазуда ұмытпаңыздар.